Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен құрама есептер деген тақырыпты бастаймыз. Бүгінгі тақырып құрама есептер Астанаға саяхат 114-ші сабақ математика пәні 2-ші сынып. Бұл сабақта сен есептерге талдау жүргізіп, оларды шығаруды үйренесің. Балалар, тақырып бүгінгі құрама есептер деп аталады. Құрама есеп деген не екенін алдымен біліп алайық. Құрама есеп дегеніміз екі не одан да көп амал арқылы шығарылатын есепті құрама есеп дейміз. Мысалы, бір амалмен шығарылса, ол құрама есепке жатпайды. Құрама есеп дегеніміз жаңа 2, 3, 4 амалмен шығарылатын күрделі есептер бар ғой, соларды құрама есептер деп айтады екенбіз. Жақсы, кеттік. Міне бірінші тапсырма. Балалар, бүгінгі сабақта біз көбінесе Астана қаласының көркем жерлеріне назар аударып, Астанаға саяхат деген тақырыпты қоса алып өтеміз. Яғни қазіргі кезде бұл біздің Астана қаламыз, Нұр-Сұлтан деп аталады, қазіргі кезде. Ол біздің еліміздің астанасы. Біздің астанамыздың мына жерде тұрған негізгі басты символы ол бәйтерек. Біздің бәйтерек десе бізге бірден көз алдымызға Нұр-Сұлтан қаласы, Астана қаласы елестейді екен. Жақсы, бұл біздің, яғни Қазақстанның басты қаласы екен, астанасы ең басты қаласы екен. Біздің елбасымыз, жаңағы шетелден келген қонақтар барлығы осы Астана қаласында жаңағы іс-сапарлармен осы қалаға келіп, осы қалада жаңағы іс жүргізеді екен. Біздің елбасымыз осы қалада отырып жұмысын жүргізеді екен. Міне ең басты қаланы осы мемлекеттің астанасы деп айтады екен. Міне балалар, бірінші тапсырма, есепті шығар, кересептер құрастырып, оларды шығар дейді. Міне қараңдар, мына жерде есеп берілген, соны шығарамыз. Міне бірінші сұлбаға салып, екінші сұлба осының кері есебі болады. Ол қалай болады екен, қазір көреміз. Міне Астананы көру үшін әрқайсында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Астанаға балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді. Міне бұл есеп бірінші сұлбаға келеді, бірінші сұлбаға. Қараңдар, бала 8-ден 3 топ. Мұғалім 6. Қанша есе кем мұғалім балаларға қарағанда? Енді қараңдар, бұл жерде 8 бен 3-ті көбейтеміз жауабында, оны бөлеміз 6-ға 4 болады. Сонда Астанаға балаларға қарағанда мұғалімдер 4 есе кем келді. Міне, енді дәл осы есептің кері есебі. Міне балалар, жаңағы есептің енді мынау кері есебі. Бала 8-ден 3, 8 баладан 3 топ. Енді қараңдар, бағана мұғалім белгілі болған 6 болған, Енді бұл жерде мұғалімді белгісіз қыламызда 4 есе кем қайсына қарағанда? Балаларға қарағанда. Енді шешуі 8 бен 3-ті көбейтемізді, оны 4-ке бөлеміз 6. Астанаға барлығы 6 мұғалім келді. Бұл бізде бірінші тапсырма болатын. Екінші тапсырма, есептер бойынша өрнектер құрастыр. Бағанағы шығарған есептеріміздің барлығы балалар, оның барлығы құрама есептер, себебі 2 амалмен шығып жатыр, Енді қаланы аралауға бірінші күні 3 сағат уақыт кетті дейді. Ал екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық уақыт кетті. Қонақтар 2 күнде барлығы неше сағат қала аралады. Ал енді бұның шартын құрып қарайық. Міне қараңдар, бірінші күні 3 сағат, екінші күні белгісіз, бізге әлі белгісіз, бірақ 2 есе артық бірінші күнге қарағанда, және бізге бірінші, екінші күнді қосқанда барлығы қанша уақыт, қанша сағат кеткенін табуымыз керек қыдыруға. Енді қараңдар, ол үшін 3-ті 2-ге көбейтіп аламыз. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6 болады. 6 сағат дегеніміз ол екінші күні қыдырған уақыт. Енді оған 3-ті қосамыз, қайтадан 6 мен 3-ті қосамыз. 6 дегеніміз екінші күн, 3 дегеніміз бірінші күн. Екеуін қосамыз 9 болады. Қонақтар 2 күнде барлығы 9 сағат қала аралады. Міне бұл осылай шешіледі екен. Арғарай, енді осы есептің есебі, екінші тапсырманың, балалар туыстарына сыйлау үшін 18 кәдесый сатып алды және оларды
әр қапшыққа 6-дан салды. Неше қапшық қажет болды? Кәдесый дегеніміз балалар қазіргі тілмен айтқанда сувенир ғой, сувенир деп айтылады, кәдесый дейді. Мысалы шетелге барғанда сендер мысалы сол елдің бір ерекше бір сол елді еске түсіретіндей бір сувенир сатып аласыңдар, мысалы немесе шетелден бізге қонақтар келген кезде, мысалы Қазақстанға, Астанаға қонақтар келгенде біздің Қазақстанымызды есіне түсіріп тұратындай біздің бір символы, біздің Қазақстанның бір символын өздеріне кәдесыйді сатып алады. Кәдесый дейді соны, сувенирді кәдесый деп айтады екен. Енді қарандар, жаңағы туыстарына сыйлау үшін жаңағы Астанаға барған балалар 18 кәдесый сатып алыпты. Оны 18 кәдесейді 6 қапшыққа бөліп салған екен. Сонда неше қапшық қажет болған екен? Қарандар, кәдесей 18, әр қапшыққа 6-дан, қапшық белгісіз, шешуі 18-ді 6-ға бөлеміз, 3 қапшық қажет болды. Бұл жай есеп, құрама есеп емес, себебі бірақ өрнекпен, бірақ амалмен орындалды. Бұл жай есеп екен. Жақсы, ары қарай 5 Б есебі. Кәдесыйлар дүкенінде 18 ашық хат және әрқайсында 8-ден 5 магниттер жиынтығы сатылды. Барлығы неше сыйлық сатылды? Енді мынау кәдесый дүкенде сатылған заттардың санын шығарамыз қазір. Міне қарандар, ашық хат 18, әрқайсында 8-ден 5 магнит, яғни 5 түрлі магнит, әрқайсында 8-ден бар. Міне, енді барлығы қанша сыйлық? Енді ол үшін не істейміз? 8 бен 5-ті көбейтіп аламыз да, магниттің санын шығарамыз. 8 бен 5-ті көбейтіп алып. Сосын содан шыққан санға 18-ді қосамыз, сонда барлығы 58 сыйлық сатылды екен. Келесі тапсырма балалар. Бұл бізде 3-ші тапсырмаға келіп жеттік. Енді қарандар, Астанадағы саябаққа әрқайсында 8-ден 3 қатар қайың және әрқайсында 4-ден 2 қатар шырша көшеттері отырғызылды. Қандай көшеттер артық және неше есе артық? Өте қызық есеп екен, қазір осыны шығарып көрейік. Қарандар, әрқайсында 8-ден 3 қатар қайың, 3 қатар қайың, біріншісі. Екіншісі, әрқайсында 4-ден 2 қатар шырша. Енді қарандар, сұрағы қайсысы артық, неше есе артық? Енді қараймыз, шешуі. Бірінші амал, 8 бен 3-ті көбейтіп аламыз да, қайыңның санын шығарамыз. 24, бізде қайыңның саны шықты. Енді 4 бен 2-ні көбейтіп алып, 8 дейміз да, біз шыршаның санын шығардық. Енді бізде қайың артық болып тұр ғой. Енді со қайыңды шыршаға бөлеміз. 24 8-ге бөлеміз, қанша есе артық екенін білу үшін. Бізде 3 деген сан шығады. Енді қарандар, қайың көшеттері артық және олар шырша көшеттеріне қарағанда 3 есе артық екен. Міне, есеп осылай шығады екен. Жақсы, келесі 3-ші тапсырманың әй есебі. Топ серуенге 24 қыз, ал олардан 3 есе кем ұлдар барды. Топ серуенге барлығы неше бала барды? Топ серуен дегеніміз балалар орысша тілмен аударғанда поход, немесе бұл табиғат аясына баруға болады топ серуенге, немесе жаңағы киноға баруға болады. Ол тек бізге қазақ тілінде айтылғандықтан кішкене өзгешелеу естіледі. Жалпы топ серуен деген сөзді сендер күнделікті естіп жүрген боларсыңдар. Ол біз тек қана оны поход деп айтамыз, орыс тілінде айтып кеткен, біз жалпақ тілде барлығымызға түсінікті тілде. Ал негізінде топ серуен деп мысалы табиғат аясына көбінесе баруға болады. Мысалы бір музейге топ серуенге баруға болады, немесе бір әдемі жерге баруға болады, тауға баруға болады топ серуенге. Сондай жаңағы баратын жер, жаңағы баруды, яғни мысалы сол жерге баруды топ серуен деп айтады екен. Енді қарандар, 24 қыз, олардан 3 есе кем ұлдар барды. Барлығы неше бала барды? Өте оңай есеп. Қарандар, қыз 24, ол белгісіз 3 есе кем, қыздарға қарағанда барлығы қанша? Ол үшін 24-ті 3-ке бөліп,
ұлдардың санын шығарып аламыз. 24 3-ке бөлеміз да. Енді ұл мен қыздың санын бір-біріне қоса саламыз. Сонда бізде 32 шығады. Топ серуенге барлығы 32 бала барды. Жақсы, енді үшінші тапсырманың Б есебі. Көрме залында әр қайсында 8-ден 4 қатар сурет ілініп тұрды. Оның 11 суреті алынды. Неше сурет қалды? Енді бұл көрме туралы екен, қараңдар. Әр қайсында 8-ден 4 қатар сурет ілініп тұрды. Соның 11 суреті алынды дейді. Міне қараңдар, әр қайсында 8-ден 4 қатар алынды 11 сурет, қалды қанша сурет? Ол үшін 8 бен 4-ті көбейтіп, әр қайсында 8-ден қанша сурет, жаңа 4 қатарда қанша сурет барлығы бар екенін табуымыз керек. Сосын осы солдан шыққан саннан 11-ді азайтамыз. Сол кезде бізде 21 қалады екен. 21 сурет қалды. Жақсы, келесі 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырма бұл да өте қызық. Бір көргенде қиынырақ сияқты, ал егер оны түсініп алсаңдар, бұл өте оңай. Оны қалай, сандарды қалай жылдам қосуға болады? Енді қараңдар балалар, бұл жерде мен әрбір санның астын белгілі бір түске бояп қойдым. Қараңдар, қазір сол түстерге қарап отырасыңдар. Қараңдар, бұл жерде қалай қостым мен мынаны? 1-ге 2-ні, 2-ге 3-ті, 3-ге 4-ге арғартай қосқан жоқпын. Олай қосқан жоқпын. Қалай оңай қосуға болады? Жалпы математикада балалар ондықтарды қосқан өте ыңғайлы. Мысал 10-ға 10-ды қосқан, 20-ға 10-ды қосқан, 30-ға 10-ды қосқан өте ыңғайлы. Сондықтан бұл жерде бұның барлығын ондық қылдырып алуымыз керек. Ол үшін қараңдар, 1 мен 9-ды қосып аламыз. Қараңдар, бірінші 1 мен 9-ды қосып аламыз, 10 болады, бірінші 10. Арғарай екінші 2 мен 8-ді қосып аламыз, екінші 10 шықты ма бізде? Екінші 10 уже 20 болды. Арғарай келесі 7 мен 3-ді қосып аламыз бір-біріне, үшінші 10 30 болды. Арғарай 4 пен 6-ны қосып аламыз бір-біріне, бізде 40 болды. Ол да 10 шықты о жерден де. Енді 40-қа 5-ті қоса салдық, ортадағы 45 шықты. Міне, бұны жылдам қосу деген осылай болады. Енді арғарай астындағыны қараңдар тағы да. Енді бұл жерде де 10-дыққа қосқан ыңғайлы. 10-дыққа 100-дікке бір-біріне қосқан ыңғайлы. Қараңдар, бірінші 10 мен 90-ды қосып аламыз, 100 шығады. Енді 80-ге 20-ны қосып аламыз, екінші 100 шығады, 200 болды. Енді 30-ға 70-ті қосамыз, үшінші 100 болды. Енді 40-қа 60-ті қосамыз, төртінші 100 болды. Сонда 400 болды бізде. Бұл осылай шығады балалар. Осылай есептесеңдер, ойланып отырып есептесеңдер, өте тез шығаруға болады. Жақсы, келесі. Енді 5-ші тапсырма. Бұл жерде кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар дейді. А, Ә, Б, В деп есептер берілген екен. Енді осылардың әр қайсына жеке есептер құрастырып шығарамыз. Қараңдар, бірінші кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар дейді. Бірінші туристер тобы, екінші туристер тобы дейді. Қараймыз, міне қараңдар. Бірінші туристер тобы 20 адам. Бұл екіншісіне қарағанда 9-ға кем, есе кем емес, шатастырмаймыз, 9-ға кем. Енді қараңдар, екінші туристер тобы бізде белгісіз. Бізге сондай-ақ барлығын табуымыз керек. Бірінші, екінші туристер тобында барлығында қанша адам барын табуымыз керек. Ол үшін 20-ға 9-ды қосамыз, 9-ға кем деп тұрса да. Себебі 20, мына екінші туристерге қарағанда, бірінші туристер тобымда 20 деген сан, екінші туристер тобына қарағанда 9-ға кем болып тұр. Яғни, мына екінші туристер тобындағы адам саны 20-дан 9-ға артық болып тұрғаны ғой. Соны міне қосамыз, 20-ға 9-ды қосамыз, 29 болды. 29 деп біз екінші туристер тобын шығарып алдық. Енді бірінші туристер тобы мен екінші туристер тобын бір-біріне қосамыз, 49 шығады бізде. Барлығы 49 адам болды. Бұл бізде құрама есеп. Кішкене сұрағы ауырлау, неге десеңдер, бұл жерде кішкене ойланатын кезеңдері бар. Жаңағы мына жерде 21 туристер тобы 20, ол 9-ға кем екінші туристерге қарағанда деп айтып тұрған жерде сендер мүмкін бұл жерде 20-дан 9-ды азайтып тастауларың мүмкін еді.
Сол үшін кішкене ойланып барып есепті шығару керек. Ары қарай балалар қараңдар, келесі ә есебі бірінші туристер тобында 20, екіншісінде белгісіз, бірақ біріншісіне қарағанда 9 адам кем. Барлығы қанша? Енді бұл жерде өте оңай. Қараңдар, бірінші туристер тобында 20 адам, екінші туристер тобында белгісіз, бірақ 9 адам кем. Енді анық айтылып тұр, 9 адам кем. Есе кем емес, 9 адам ғана кем. Енді бізге барлығын табу керек. Ол үшін 20-дан 9-ды азайтамыз. Сосын оған 20-ны қайтадан қосамыз, себебі 20-дан 9-ды азайтып, біз екінші туристер тобын таптық. Сосын оған 20-ны қосамыз, 31 адам, барлығы 31 адам болады. Келесі Б есебі бірінші туристер тобында 9 адам, екіншісінде белгісіз, біріншісіне қарағанда 3 есе артық. Енді қараңдар, бұл жерде есе деген сөзге мән береміз. Қараңдар, есептің шарты қалай болады екен? Міне қараңдар, бірінші туристер тобы 9, екінші туристер тобы белгісіз, бірақ 3 есе артық. Мына бірінші туристер тобына қарағанда барлығы. Енді 9-ды 3-ке көбейтеміз бұл жерде, себебі бізде есе артық болып тұр екен. Келесі Б есебі бірінші туристер тобында 9 адам, екіншісінде белгісіз, біріншісіне қарағанда 3 есе артық. Енді бұл жерде есе артық деген сөзге мән береміз. Қараңдар, енді және жалпы барлығын табуымыз керек. Ол жерде қараңдар, бірінші туристер тобы 9, екінші туристер тобы белгісіз, бірақ 3 есе артық. Бірінші туристер тобына қарағанда жалпы саны қанша дейді. 9-ды 3-ке көбейтеміз бұл жерде шешуінде. Неге десеңдер, есе артық деп тұр, Енді 9-ды 3-ке көбейтіп, біз екінші туристер санын табамыз. Сосын оған 9-ды қосамыз, себебі екінші туристер мен бірінші туристер санын қосуымыз керек. Барлығы 36 адам шығады. Келесі В есебі, енді бұл соңғы В есебі, қараңдар, бірінші туристер тобында 9 адам, бұл екіншісіне қарағанда 2 есе кем. Енді қараңдар, бұл қалай шығады? Бірінші туристер тобында 9, бұл 2 есе кем, екінші туристерге қарағанда. Яғни бұл жерден ойлануымызға болады, екінші туристер тобында мына 9-дан 2 есе артық болу керек адам. Себебі мына жерде бұл 2 есе кем деп бізге сұрақты кішкене бұрмалап қойып тұр. Енді қараңдар, жалпы санын табу керек. 9-ды 2-ге көбейтеміз бұл жерде. Себебі бұл 9 мына бірінші туристер тобы екінші туристер тобына қарағанда деп тұр. Сондықтан 9-ды 2-ге көбейтіп аламыз. Және 9-ды 2-ге көбейтіп біз екінші туристер санын шығарамыз. Екінші туристер тобындағы санды. Енді соған 9-ды қосамыз, қайтадан бірінші туристер тобындағы санды қосамыз. Сол кезде 27 шығады, барлығы 27 адам болды. Міне балалар, бүгінгі видео соңына келіп жеттік. Бүгінгі видеода біз сендермен құрама есептер туралы әңгімелестік. Құрама есептер дегеніміз 2 немесе одан да көп амалмен шығарылатын есептерді айтады екенбіз. Бүгінгі видео сендерге барынша түсінікті болды деп ойлаймын. Барынша сендерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.